Добрый день, меня зовут Қайырлы Григорий. күн, менің аты жөнім Гриценко Алексей, мен шаруа қожалығының басшысы болып табыламын. Менің шаруашылығымның негізгі саласы етті мал шаруашылығы. Мен сіздерді ел байлығы курсында қошеметтеуге қуаныштымын, және қазір сіздерге малды қалай тиімді сату керектігін айтып беремін. Мен айтарлықтай бала кезімнен мал шаруашылығымен айналысам. Менің әкем кеңес заманында малшы болған. Яғни ол мал бақты, содан кейін кеңес одағы ыдыраған кезде біз шаруа қожалығын жүргізе бастадық. Бастапқыда шаруашылықты әкем ашты. Келесі менің ағам басқарды. Ал ағамнан кейін мен басқардым. Мен тікелей шаруа қожалықты 2016 жылдан бастап басқарып келемін. Осы уақыт ішінде біз 2017 жылға дейін тұқымсыз малмен айналыстық. Және 2017 жылдан бастап біз етті малға ауысып, Герафорд тұқымын таңдадық. Біз осы ауданда осы тұқымда сиырларды сатып алған алғашқы шаруашылық едік. Айтарлықтай біз экспериментке бардық делік. Қазіргі уақытта біз осы экспериментке қанағаттандық. Біз мал басын көбейтіп, қазіргі таңда асыл тұқымды сатуды да, бұқаларды етке өткізуді де жүзеге асырып жатырмыз. Нақты асыл тұқымды малдан бастадық. Біз 2017 жылы 40 бастан бастадық, ал қазір аналық малды 120-дан астам басқа жеткіздік. Малдың жалпы саны 300 басқа жетеді. Яғни біздегі мал ол толық қазақстандық селекция, бірақ әртүрлі облыстардан. Біз нақты солтүстік облыстарынан мал сатып алуға тырысамыз, өйткені онда дәл селекциямен айналысатын көптеген ірі шаруашылықтар бар. Яғни мал таңдауы бар. Мал өте сапалы және тұқымның барлық өлшем шарттарына сай келеді. Қазіргі уақытта менің шаруашылығымның мысалында сатудың үш үлгісі бар. Біріншісі етті нарыққа сату. Яғни сіз өз бетіңізше мал сойып, оны базарға, яғни жақын маңдағы қалаға апарасыз. Мен үшін бұл Екібастұз қаласы. Мен малды Екібастұз қаласының базарына апарамын. Оны өз бетімше сата аламын. Яғни сол жерде сауда орындарын жалға алып, немесе көтерме саудагерлерге тапсыра аламын. Яғни олар менің және соңғы тұтынушының арасындағы осындай делдал болып табылады. Мен тұтас етті оған көтерме бағамен толығымен тапсырамын. Ақшаны толығымен алып үйге қайтамын, ол одан әрі халыққа сатады. Бұл әдіс тиімсіз, уақытты қажет етеді. Өйткені мен өзім сойып, базарға апарып, ветеринарлық зертханадан өтіп көтерме саудаға ет тапсыруым керек. Мұнда баға белгіленбеген, ол көптеген факторларға байланысты. Біріншіден, қазіргі уақытта әкелінген малдың санына, яғни егер көп мөлшерде тұтас еттер әкелінсе, баға автоматты түрде төмендейді. Сондай-ақ баға семіздікке байланысты. Салмағы неғұрлым ауыр, семіздігі неғұрлым жақсы, баға соғұрлым жоғары болады. Сонымен қатар адамдармен келіссөздер жүргізу қабілетіне де байланысты. Егер келісіп өзіңе ең жақсы бағаны шығара алсаң, онда тиімді бағамен тапсырдың. Бізде өте жақсы өткізу нарығы бар, бұл бордақылау алаңдары. Әрбір бордақылау алаңы айталық бағаны мал санатына қарай айқындайды, яғни біреу пішілмеген бұқаларды сатып алуды жөн көреді. Біреу пішілгенді сатып алуды жөн көреді. Кейбір бордақылау алаңына бұл пішілген ба, немесе бұқа ма, кім екені маңызды емес, тек оның салмағы маңызды. Сондықтан қазіргі уақытта шаруаның мал өткізуде таңдауы бар. Бордақылау алаңына тапсырғанда біз не аламыз? Біріншіден, сіздің шаруашылығыңызда қолайлы жағдай жасауыңызға байланысты малды тапсыру әрі кеткенде бір жұмыс күнін ғана алады. Сіз жарты күнде 50 бас малды түсіріп келісімшарт жасай аласыз. Және 1-2-3 күннің ішінде малыңыз үшін төлем ала аласыз. Төлем банктегі шотқа түседі. Және сіз өз ақшаңызды иелене аласыз. Бұл жерде айта кететін жайт, 50 бас малды тапсыру үшін сіз жарты күн ғана жұмсадыңыз деген сөз. Ең тиімдісі асыл тұқымды сату. Бірақ бұл біз қалағандай ауқымды емес, өйткені адамдар тұқымдық түрлендіру үшін 1-2 бұқашық сатып алады. Субсидиялар бойынша ережелерге сәйкес 25 аналық малға бір бұқа болуы керек. Яғни сатудың ең тиімді үлгісі асыл тұқымды сату, өйткені мұнда баға ең жоғары. Бірақ ол баяу, өйткені бұл сатылымдар баяу жүреді. Біреу 2 бұқашық сатып алады, 3 күннен кейін фермер келеді, тағы 2 бұқашық, яғни бұл сатылымдар созылып жатады. Біз өз шаруашылығымызда осындай модельді құрдық. Біз ең жақсы бұқашықтарды таңдаймыз. Бізде белгілі бір бұқашықтардың саны бар. Бұл 50 бас. Біз ең жақсы бұқашықтарды таңдап,
Оларды асыл тұқымды сатуға қалдырамыз, яғни біздің малымыз біздің шаруашылығымызды жарнамалағанын қалаймыз. Иә, біз ең жақсы бұқаларды асыл тұқымды сатуға қалдырамыз, яғни біз оларды соңғы сатып алушыға дейін максималды мерзімде сақтаймыз. Ал толық сапаға сәйкес келмейтінді, айтарлықтай салмағына байланысты көйлегіне сай шықпағанда, оны бордақылау алаңына тапсырамыз. Яғни біздің шаруашылықта екі әдіс бар. Бұл асыл тұқымды сату және бордақылау алаңдары. Менің шаруашылығым асыл тұқымды. Біз Герафорд тұқымын ұстаймыз, сондықтан біз малды басқа фермерлерге тұқымды түрлендіру бағдарламасына қатысу үшін саталамыз. Яғни бұл малдың ет сапасын жақсарту жөніндегі мемлекеттік бағдарлама. Қазіргі таңда тұқымсыз малды ұстауды жалғастырып жатқан фермерлерге мемлекет көмектесуде. Яғни мемлекет оларды өздеріне өнімді бұқа сатып алып, өнімсіз малдарына жіберуге ынталандыруда және осылайша төлдің ет сапасын барынша жақсартуда. Біз аналық малды сатпаймыз. Біз асыл тұқымды тайшаларды іске асыра аламыз. Сондай-ақ асыл тұқымды тайшаларды асыл тұқымды мал шаруашылығымен айналысуға шешім қабылдаған басқа фермерлерге сатамыз. Бұл бағытты да мемлекет субсидиялайды, яғни мемлекет асыл тұқымды тайшаны сатып алуға 150 мың теңге төлейді. Біз іске асырамыз, бірақ біз өз малымыздың санын көбейтуге тырысудамыз. Біз аналық малды 2 жылда бір рет сатамыз. Бұл 10-12 айлық тайшалар, яғни мысалы біз 40 бас тайша алдық және олардың барлығын іске асырамыз. Мұнда да тайшаларды сату экономикалық тұрғыда тиімді, бірақ табынды көбейту үшін аналық малды қалдыру керек, өйткені ескі сиырлар бар. Олардың белгілі бір мөлшерін табыннан шығарып тастау керек. Табында табиғи қартаю бар. Ескі сиырларды шығарып тастау керек және сатып алмау үшін біз табынды көбейту үшін тайшаларымызды қалдырамыз. 2 жылда бір рет біз әрине сатамыз, өйткені шаруашылықта белгілі бір шығындар бар. Инвестициялар қажет, белгілі бір материалдық капитал қажет. Менің көзқарасым бойынша 6 айдан 10 айға дейінгі бұзауларды сату тиімдірек. Етті мал шаруашылығында осы бұқаларды өндіруде экономикалық тұрғыда ең аз шығынды құрайтын әдісті құрастыру қажет. Сондықтан біздің шаруашылықта біз төлдеуді ауыстырдық. Бұл желтоқсан, қаңтар айы. Бұл бізге не береді? Біріншіден, қыс айларында бұзау жемді тұтынбайды. Алғашқы айларында, қаңтар, ақпан айларында ол қара шөпті жемейді. Тек анасының сүтімен қоректенеді. Ол жем-шөп жей бастағанда жайылымға шығады, яғни наурыз айының соңынан сәуір айында біз малды жайылымға шығарып жібереміз. Бұзау өрісте табиғи түрде өсетін қара шөпті қолдана бастайды. Яғни біз экономикалық тұрғыдан ешқандай шығын көтермейміз. Бізде сәуірден қазанға дейін созылатын жайылымдылық кезеңде ол максималды салмақ қосады. Ол қара шөпті тұтынудан басқа анасының сүтін тұтынады және қосалғанда жоғары салмақ қосуды беретін тамаша жемдеу рационына ие болады. Біз тәжірибе жасап тапсырудың ең жақсы сәті қазан айының ортасы екенін түсіндік. Өйткені күз басталып, жайылымның сарқылуына жүреді. Шөп енді соншалықты қоректі емес, және мұндай салмақ қосуын бермейді. Яғни бұқашықты тапсырудың ең тиімді кезеңі қазан айы. Қазан айының ортасы, өйткені кейіннен бұқашық осы рационда салмақ қоспайды. Ол оны сақтайды, бірақ қоспайды, яғни ол бізді шығынға апармайды. Және бізге аса көп пайда келмейді. Сондықтан оны бордақылау алаңына тапсырып, сиырға демалуға уақыт берген дұрыс. Сонда ол қысқа кіріп, келесі төлдеуге дайын болады. Қазір менің әдісім экономикалық тұрғыда тиімдірек. Өйткені бұрын мысалы кешке осы малдың бәрін байлап, содан кейін таңертең босатуға 2 адамды ұстау керек еді. Біз үй-жай салдық. Бұл үй-жайды тазаладық. Енді біз үй-жайды тазаламаймыз, өйткені мал кардада столады, яғни даладағы қашаларда столады. Және ол жылына бір рет көктемде тазаланады. Сату бойынша қазір бордақылау алаңдары пайда болды. Бұл мал басы бар азды көпті орта ірі фермалар үшін өте жақсы көмек. Сізге келу үшін бордақылау алаңының басты шарты бұл мал басы. Олардың келу үшін бір жерде кем дегенде 30 бас бұқашық болуы керек. Яғни егер ол аз болса, олар сізге келмейді. Бордақылау алаңы мал басы болған жағдайда Қазақстан Республикасының аумағындағы кез келген шаруашылыққа келеді. Өйткені олар өзінің мал тасымалдайтын ауыр жүк көлігімен жүреді. Малды шаруашылықтан бордақылау алаңына дейін жеткізу бойынша барлық шығындарды бордақылау алаңы көтереді.
Яғни шаруа жеткізу шығындарын көтермейді. Ол өз шаруашылығының аумағында жағдай жасай алады. Бұл малды өлшеу және малды арту, яғни бордақылау алаңына мүлдем бармауға болады. Мал сатып алуға бордақылау алаңынан сатып алу жөніндегі менеджер келеді. Ол малды бағалайды, яғни малдың талаптарға сәйкес келетіндігін қарап, тікелей сол жерде шарт жасасады және барлық ақша шаруа қожалығының есепшотына түседі. Бордақылау алаңына тапсыру үшін ең аз салмақ 200 килограмм. Яғни, егер бұқашық осы салмақтан жеңіл болса, оны бірде-бір бордақылау алаңы қабылдамайды, өйткені оны одан әрі өсірудің тиімділігі тым төмен болады. Сонымен қатар, бұл талап субсидиялау ережелерінде сипатталған. Бұқашықты бордақылау алаңына тапсырған үшін субсидиялау үшін оның салмағы кемінде 200 килограмм болуы керек. Содан кейін ол мемлекеттен субсидиялауға жатады. Мемлекет әр тапсырылған бұқашын фермерге 1 килограмм үшін 200 теңгеден бонус ретінде төлейді. Сонымен қатар сіз 400 килограмм салмаққа ауыса алмайсыз, өйткені бордақылау алаңдары салмағы 400 килограммнан асатын бұқалардан бас тартады, өйткені олардың өзіндік өсіріп жетілдіру технологиясы бар. Және салмағы көп бұқа олардың өлшемдеріне сәйкес келмейді. Яғни шаруа үшін бұқашықты 200 килограммнан 400 килограммға дейін тапсыру өте тиімді. Тапсыру үшін ең жақсы салмақ 300 килограмм. Сатудың негізгі критерийі бұл субсидиялау критерийлеріне сәйкес келетін жас. Біздің субсидиялау критерийлеріміз бойынша бұқашық ағымдағы жылдың 1 маусымында кемінде 12 айлық болуы керек. Егер ол осы жасқа жетпеген болса, ол субсидияланбайды. Бұл критерийлерді міндетті түрде бәрі қадағалап отырады. Мал субсидиялау критерийлеріне сәйкес келетіндігін шаруа қожалығының сатып алушының субсидиялау және шығындардың бір бөлігін өтеу үшін барлық шарттары болуын қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта барлық дерлік бордақылау алаңдары осындай градацияны жасайды. Яғни бұқашықтарды сатып алғанда оларда асыл тұқымды малға бір шама жоғары баға береді. Өйткені олар бұл малдың тәулігіне көбірек салмақ беретін біледі. Асыл тұқымды малды жемдеу экономикалық тұрғыдан орынды. Өйткені олардың өзіндік экономикасы бар және сол шығындармен ол 1 килограмм 200 грамм килограмм 300 грамм салмақ қосады. Асыл тұқымды емес мал күніне 800-900 грамм береді, яғни айырмашылық айтарлықтай. Бірдей күнде ол көбірек салмақ қосуын алады. Сондықтан бордақылау алаңдары қазіргі уақытта ангус тұқымының бұқаларын өте жоғары бағалайды, өйткені бұл ең етті тұқым деп саналады. Содан кейін біздің жергілікті тұқымдарымыз Қазақ Ақбас, Әулиекөл және Герафордта жүреді. Бұл тұқымдарда бағаланады. Бұл 4 тұқымның бағасы тұқымсыз малға қарағанда сәл жоғары. Экономикалық тұрғыдан алғанда, егер шығындар деңгейін бағалайтын болсақ, онда бұқашықтарды күз айларында, яғни ол жайылымнан келген кезде біз оған жем-шөп, ұстауына, мал қораларына және тағы басқалар үшін ешқандай шығын жұмсамаған кезде сатқан дұрыс. Яғни жайылым кезең аяқталысымен біз малды бордақылау алаңына өткіземіз. Мұнда жағымсыз жақтар да бар. Күз айларында осы малдың ұсыныстары ең көп, сондықтан бордақылау алаңдары ең төменгі бағаны береді. Себебі үлкен ұсыныстар, ал бордақылау алаңдарының сатып алу мүмкіндігі шектеулі, өйткені олар аз, ал мал көп. Егер адамда малды 4 ай ұстауға мүмкіндігі болса, жағдайы болса, азық-түлік базасы болса, онда бұл малды өсіп жетілдіруге қойып, көктем айларында, яғни ұсыныс шектеулі кезінде және бордақылау алаңдарының беретін бағасына әлдеқайда жоғары болған кезде сату тиімдірек болады. Сонымен қатар қыс айларында біз едәуір салмақ қосуын аламыз, өйткені 12-14 айлық бұқашықтар қарқынды өседі және өсуден басқа салмақ қосады. Бұл әдіс тек жем-шөп базасы бар шаруашылықтар үшін жарамды. Өйткені егер сіз жем сатып алатын болсаңыз, бұл тиімсіз болады. Асыл тұқымды сату кезінде бізге жарнама жасау үшін біз малдың ең жақсы түрін сатуға тырысамыз. Өйткені біздің бұқашықтар жайылымдарда басқа шаруашылықтарда жайылып жүргенде, айналадағы басқа шаруашылықтар бәрібір оны көреді. Сөйтіп бұқашықты қайдан алғаны, кімнен алғаны, қаншаға алғаны туралы қызығып сұрайды. Егер оларға ол ұнаған болса, онда олар жағдайға алыс жақындығына қарамайды. Олар менен келіп бұқашықты сатып алады. Өйткені оларға көршісі сатып алған тауар ұнады. Менде бұқашықты басқа облыстағы фермаға сатқан кезім болды. Содан кейін мен бұқашығымды сатып алуға сол облыстан басқа клиенттер келді. Егер сіз дәл асыл тұқымды сатумен айналысқыңыз келсе, бұл үшін көптеген құралдар бар. Бұл технология ғасыры.
Бізде белгілі бір интернет ресурстар бар. Онда сіз өз жарнамаңызды жариялай аласыз. Сонымен қатар палаталар өте жақсы көмектеседі. Герафорд палатасы ай сайын асыл тұқымды сатуды жүзеге асыратын шаруашылықтар туралы ведомость жариялайды. Бұл ведомостьте малды кім қанша бас аумағында сататындығы, қандай жас тобы килограммына қандай баға немесе басына баға туралы ақпарат жарияланады. Яғни ай сайын бұл ақпарат палатаның Instagram парақшасында жарияланады. Яғни сіз өзіңіздің орналасқан жеріңізді ескере отырып, логистикаға жұмсалмас үшін қай аймақта не бар екенін көре аласыз. Содан кейін барып, көріп және малды таңдай аласыз. Сонымен қатар қазір барлық шаруалар белгілі бір топтарда бар. Бұл ауданның, облыстың шаруа қожалықтарының топтары. Ақпаратты сол жерде жариялауға болады. Сонымен қатар, егер сіз асыл тұқымды сатумен айналысатын болсаңыз, онда ауыл шаруашылығы басқармасы ондай қажеттілігі бар шаруашылықтарға қандай ауданда немесе ауылда асыл тұқымды мал бар екендігі туралы кеңес береді. Сосын шаруалар өз көзқарасына байланысты барып көре алады. Егер ұнаса сатып алады, ұнамаса басқа шаруа қожалығына барады. Бірақ егер сіз малды бордақылау алаңына өткізуді шешсеңіз, сатып алуды менеджерлерінің байланыс ақпараты да осы топтарда үнемі жарияланады. Ауыл шаруашылық басқармасы немесе ауыл шаруашылық бөлім адамдардың малды бордақылау алаңдарына тапсыруына көзделген. Себебі бұл мемлекеттік бағдарлама және бұл мемлекетке де халыққа да өте тиімді. Яғни оларда сол немесе басқа сатып алушы алаңдары туралы ақпарат бар. Сіз олармен байланысып, барлық шарттарды талқылай аласыз. Олар сізге баға тізімін, қазіргі уақытта сатып алатын критерийлері туралы ақпарат жібереді. Кез келген фермерді күтіп тұратын негізгі қауіп, бұл оның фермасында немесе аудан аумағында пайда болуы мүмкін жұқпалы аурулар. Яғни шаруа қожалығының аумағында пайда болған кезде фермер жоғалтулардан тікелей шығынға ұшырайды. Бұл мал өлімі ме, салмақ жоғалту ма, және тағы басқалар сияқты емдеу шараларын жүргізу қажет. Егер жұқпалы аурулар аудан аумағында пайда болса, онда ауданға белгілі бір карантиндік шаралар қолданылады. Яғни фермалар тіпті сау шаруашылық өнімі болса да, оны сата алмайды. Өйткені заңнамалық деңгейде малды осы ауданнан шығаруға тыйым салынады. Бұл мал шаруашылығының тап болуы мүмкін екі негізгі қауіп-қатер. Әйтпесе барлық жақта бізде бәрі ашық заңды түрде таза, ешқандай қиындықтар жоқ. Қазіргі уақытта бағаның демпингі аздап жоғалуда. Өйткені қазір бордақылау алаңдарының арасында бәсекелестік пайда болды. Егер бұрын бір-екі бордақылау алаңы болса және олардың малды ұстау шегі тым төмен болса, олар тез толтырып кейіннен сатып алудың ең төменгі бағасын беретін. Ал қазіргі таңда мал көлемі біздің алаңдарымыздың көлемімен салыстырғанда азырақ. Сондықтан керісінше мал үшін бәсекелестік жүріп жатыр. Және олар ай сайын сатып алынатын малдың бағасын көтеруде. Қазіргі таңда меніңше сізді алдап кету сияқты жағдай мүмкін емес. Өйткені біз құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Сонымен қатар қазір бүкіл сату тізбегі ашық және айқын. Сіз бұқашықтарды өлшеу процедурасын өткізгеннен кейін, бірден сол жерде сатып алу сату шарты жасалады. Міндетті түрде қабылдау тапсыру актісі жүргізіледі. Онда бұқашықтың салмағы көрсетіліп, мөр басылады. Малды мал тасымалдау көлігіне тиегеннен кейін есігіне пломба салынады. Яғни тасымалдау кезеңі қорғалған. Келесі кезекте бордақылау алаңында қабылдау өткізіледі. Және сіздің қолыңызда келісім шартыңыз бар. Нақты төлемнің мерзімі жазылған және төлемді бордақылау алаңдары осы шарттарға сәйкес жасайды. Бордақылау алаңдары біреуде бұқаларды сатуда теріс тәжірибесі болғанын қаламайды. Олар өз міндеттемелерін әрдайым және толық көлемде орындайды. Барлық дерлік бордақылау алаңдарында жеткізілген тауар үшін төлем мерзімі 3-5 жұмыс күнін құрайды және одан асырмайды. Яғни егер сіз демалыс күндеріне түспеген болсаңыз және бұқашықтарды аптаның басында сатсаңыз, онда аптаның соңында сіз өзіңіздің ақшаңызды өз есеп шотыңыздан аласыз. Нақты мен үшін Қазақстанның кез келген тұрғынына сияқты біздің басты құндылығымыз бұл біздің жеріміз және хош иісті дала кеңістігіміз. Өйткені бізде мал шаруашылығымен айналысуға мүмкіндік беретін орасан зор жер қорымыз бар. Бұл бізді азық-түлік қауіпсіздігін толығымен қамтамасыз етуге әкелуі мүмкін. Сонымен қатар біз сапалы етті, сүтті, азық-түлікпен көрші елдерді де қамтамасыз ете аламыз. Бұл біздің еліміздің дамуына және бізді белгілі бір экономикалық деңгейге жеткізеді.